Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін восточный пирог әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниесінде бар. Алдымен ұнға қантты қосып, кейін үстіне сары майды салып, крошка жасаймыз. Крошкамыз дайын болған соң, жұмыртқаны қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабыспайды, жұмсақ болып шығады. Оны пакетке салып, холодильникке кемінде 30-40 минутқа жібереміз. Уақыт өткенше пирогтың начинкасын әзірлейміз. Ол үшін қалауыңыздағы сухофрукты, орехи және де басқа да салмаларды салсаңыздар болады. Мен фисташка жаңғағын және грецкий орех, чернослив және өрікті қолдандым. Барлығын алдын ала жуып, құрғатып, ұсақтап кесеміз. Уақыт өткен соң, тоңазытқыштан қамырымызды алып, оқтаумен жаямыз. Қамырымызды жайған соң, пирог пісіретін ыдысымызға салып, жан жағын реттейміз. Артық қамырын кесіп тастаймыз. Пирогтың негізі дайын болған соң, алдын ала турап ұсақталған жер жаңғақтар мен сухофруктыларды саламыз. Үстінен сгущенка құямыз. Енді пирогымыздың бетін тегістеп, қызып тұрған духовкада 180 градуста шамамен 35-40 минут пісіреміз. Осымен біздің пирогымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде осы рецепті қолданып жасап көруге кеңес беремін. Келесі кездескенше.